Баршаңызға сәлем, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Бүгін сіздерге өте дәмді, өте пайдалы және кәдімгі борщтың рецептін ұсынамын. Видеоның соңына дейін көріп, рецепт ұнаса комментарий жазып, лүпіл басып, қолдап отыруды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастайық. Алдымен ыдысқа су құйып, қазанға қойып, етімізді пісіріп аламыз. Борщқа сиырдың еті жақсы кетеді. Жілігімен еті болса тіптен жақсы. Менде жамбас жілігі. Сорпа неғұрлым маңызды болса, соғұрлым борщымыз дәмді болады. Қақпағын жауып, етімізді пісіріп, көбігін алып, жұмсарғанша пісіргесін етімізді сүзіп аламыз. Мен сорпаны тұздаған жоқпын, себебі етім тұздалған. Егер свежий ет қоссаңыз, татымына қарай тұздап алуды ұмытпаңыздар. Етін сүзіп алғасын сорпасына 4-5 картошкамызды саламыз. Майдалап туралған капустамызды саламыз. Қалауыңызбен кішкене помидор қосып жіберсеңіз болады. Менде морозильникте қатырылып тұрған помидорлар. Енді бір бұрқ еткесін қақпағын жауып, астын жай қойып, 15 минуттай пісіріп аламыз. Осы уақытта қуырмашын дайындаймыз. Ыдысқа май құйып, сәбізімізді және пиязымызды жұмсарғанша, қызарғанша қуырып аламыз. Сәбізі мен пиязын әбден қуырып алғасын, қызылшасын қосамыз. Қызылшаны видеодағыдай майдалап турап шықсаңыз болады, немесе корейский теркаңыз болса, сол корейский теркадан өткізіп шықсаңыз да болады. Қызылшасын турап болғасын сәбіз бен пиязға қосып, тағы да 5 минуттай қуырамыз. Одан көп қуырудың қажеті жоқ. 5 минуттай қуырғасын, бір ас қасықтай томатымызды қосамыз. Қызылшамыз неғұрлым қытырлықтау болып тұрса, соғұрлым құрамындағы витамині кетпей өте пайдалы болып тұрады. Соны ескеріңіздер. Томат қосқасын тағы 1 минуттай қуырғасын, кішкене қайнаған суды құйып, бір бұрқ еткізіп 2 минуттай қайнатамыз да, сорпамызға қосамыз. Өкінішке орай осы жер видеоға түспей қалыпты. 2 қуырмаш пен сорпасын бір-біріне қосамыз. Лавр жапырағын қосып, 12-15 минуттай ғана пісіреміз. Сосын астын өшіріп, сосын ғана чеснок пен көксөгімізді салып, араластырамыз да, қақпағын жауып қоямыз. Кемінде жарты сағат солай тұру керек. Осылайша сорпа одан да дәмді болады. Енді туралған етімізді қосуды ұмытпаймыз. Етімізді қосып, араластырамыз. Болды, осымен біздің борщымыз дайын. Борщ өте маңызды, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Борщты қаймақпен және көксөкпен ұсыныңыздар. Баршаңызға ас болсын. Рецепт ұнаса сіздерден қолдау күтемін. Назарларыңызға рахмет. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.